Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге ерекше жұмсақ, дәмді коладан жасалатын батон нанды жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға коланы құймастан бұрын әбден газын кетіріп аламыз. Содан кейін ыдысымызға құйып үстіне дрожь салып, тұзымызды салып, әбден араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр шығаратын боламыз. Қамырды қатты қылдырып илемеңіздер, себебі піскен кезде көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан жұмсақ қылдырып қамыр шығаратын боламыз. Жұмсақ қамыр шығардым. Енді осының үстіне өсімдік майын құйып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осыны жақсылап жұмсақ қылдырып иілеп, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Кесілген әрбір бөлікті видеодағыдай ұзынша қылдырып жасап алатын боламыз. Қатты ұзынша қылдырмаңыздар. Дайын болған қамырымызды протеинге қойып, арақашықтығын сақтап қойып алатын боламыз. Басын біріктіреміз. Басын біріктіріп болғаннан кейін өретін боламыз қамырымызды. Қамырымызды өріп болғаннан кейін тағы да жылы жерге 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, 190 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің батонымыз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.